Сәлем достlar. Бүгін біз сіздерге тәжірибе жасап көрсетеміз. Ол үшін бізге су, лимон қышқыл, ас содасы және де шар қажет болады. Тәжірибемізді бірінші бастау үшін не істеуіміз керек? Ас содасын салуымыз керек. Неше қасық саламыз? 3 қасық. Кәне саламыз, қасық саламыз. Суымызға балалар лимон қышқылын саламыз. Неше қасық саламыз? 3 қасық саламыз. Кәне. Енді балалар лимон салған суымызды шайқаймыз. Шарымызды кигіземіз. Жұлдыз ас содасын ішіне қарай көтеріп төгеміз. Ой балалар, күшті керемет шарымыз үлкен бойы. Балалар, қараңдаршы, біздің суымызға лимон қышқылымен ас содасын қосқан едік. Газ пайда болып, шарымыз үрленіп шықты. Балалар, біз екінші тәжірибемізді бастайық. Бізге сендер жақсы көретін чипсы және кола керек болады. Коламызды стаканымызға құямыз. Алдымызда тұрған темірді салайықшы. Ал енді балалар осы тәжірибемізді бетін жауып, газы шығып кетпеу үшін шетке қойып қояйық. Ал балалар, мұны не екен білеміз ғой, Бұл чипсы екен. Чипсы неден жасалады? Картоптан жасалады екен. Осы чипсімізді балалар парақтарының арасына салып, үстінен басып, майдалаймыз. Басамыз. Қарайсыңдар балалар. Алдында ашып көрейікші. Парақтарына қараңдаршы. Май болды. Міне көрдіңдер ме балалар? Май өте көп екен, Ал енді балалар бір бокалымызға майдаланған чипсимізді салып көрейік. Нұртілеу, суыңды ішіп көрші. Қандай? Кәдімгі су екен, Ал енді Жұлдыз сен ішіп көр суыңды. майлы, жаман екен. Міне балалар, көрдіңдер ме? Чипсы өте қатты майлы болғандықтан біздің денсаулығымызға зиян екен. Сондықтан чипсы жеуге құмар болмайық. Бүгінгі жасаған тәжірибемізді балалар нәтижесін ерте көретін боламыз. Тәжірибелеріміз сендерге ұнады ма? Біріншісі ұнады. Ал Нұртілеу, саған қай тәжірибе ұнады? Балалар, бүгінгі жасаған тәжірибеміз осымен аяқталды. Сау болыңдар достар. Балалар, ал енді біз кешегі жасаған тәжірибеміздің нәтижесін көрейік. Балалар, не қараңдаршы, біздің кешегі қолаға салған тиындарымыз, білезігіміз түсін өзгертіпті. Қарашы Жұлдыз. Міне сондықтан балалар, кола біздің денсаулығымызға өте зиян екен. Сондықтан коланы тұтынуымызға болмайды екен. Түсіндік па балалар? Апай.